Бұл құдалардың үйінде жатат неден Сарыағаштан кейін мына осы встреча деп бәрін тастап қойып, жиып қойып, жаңа немересін алып барып, қызым жылап жіберді ғой. Мама тек бір күн қойыншы. Бір күн қызының жанында болса, басқа біреу мына встреча болмаса жатар еді ғой, қызының жанында құдасының несін құрметін көріп. Ана яқа мына яқа енді шымкенттіктер не ғой? Они очень гостеприимный мынандай жібере салмайды. Керемет еді ғой, демалтатын. Иә, демалтатын еді, ары бері қыдыртатын еді. Но оған қарамастан келдің, енді біз қордайлықтар будь готов, всегда готовпыз, любой уақытта. Енді кешеден бері осы неше күннен бері міне ұйқыдан кеттік. Бала шағаны ұмыттым, мен өзім бала шағамды ұмыттым, үйге барсам, ана кішкентай немерем деп сипалап, жаным отырғысы келеді. Он не жұтса хочет, а я мне некогда. Сол айтқанда мен неше күннен бері мінекей бүркіт, жанымызше мінекей бүркіт мәрттігі, жомарттығы, Құран оқытқанды мен өзім ойыма алайын деп, мінекей Құран оқытып жатыр. Ниет қылып жатыр, малын алып келіп, ана жақтан Құран оқытып сойып жатыр. Соның кейін үйге келіп Құран оқытып тағы да бөліп, барлық бөліпке бөліп таратып жатырмыз. Одан бір бөліп